армысыздар, қымбатты көрермендер. Қазақтың ұлы ақыны, ағартушы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын мемлекеттік деңгейде мерекелеу туралы президент жарлығы шыққан болатын. Ақынның 175 жылдығына орай әлем және ел көлемінде 500-ге жуық іс-шаралар өту жоспарланды. Мерейтойдың межесі Абай тағылымын жастардың санасына сіңіру, ұлы тұлғаның ой толғамдарын кеңінен дәріптеу. Айта кетейік, президент Қасым-Жомарт Тоқаев жолдаған Абай өлеңдерін оқу эстафетасын қабыл алған Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов білім және ғылым саласындағы мамандарға, мұғалімдерге, оқушыларға, сондай-ақ студенттерге жолдады. Әлеуметтік желілерде басталып кеткен Абай өлеңдерін оқушылар арасында жатқа оқу қатары көбейіп жатыр. Жарияланымдар саны күн сайын артуда. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Алматы облысы Іле ауданы нөмірі 44-ші орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі Алтынай Оразбайқызы. Эфирде келесі кездескенше.